Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын әйгілі түрік халқының жасымақ сорпасының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл крем сорпа өте нәзік, тілді үйіртеді. Қазанымызға сұйық май құйып, үстіне пияз салып қуырамыз. Үстіне майда туралған сарымсақты салып, тағы да 1 минуттай қуырамыз. Томат пастасын салып, тағы да кішкене қуырамыз. Ұнды салып, тағы да кішкене қуырамыз. Майда туралған сәбіз бен картопты салып араластырамыз. Жуылған жасымықты салып араластырамыз да үстіне қайнаған суды құямыз. Бұл этапта қатты көп су құймаймыз. Тұз бұрышын салып жақсылап араластырамыз да 10 минут қайнатамыз. 10 минут қайнағаннан кейін өзімізге керегінше тағы су құямыз. Өзіңіздің қалауыңызша қоюлау немесе сұйықтау жасауға болады. Қазанның бетін жауып, сәбіз піскенше қайнатамыз. Сәбіз піскен кезде сорпа дайын болды деген сөз. Сорпаның ыстық күйінде блендермен кремге айналдырамыз. Осымен сорпамыз дайын. Қалауыңызша сорпаға қызыл бұрыш себуге болады. Сорпаны лимонмен ұсынуға кеңес беремін. Лимонды сорпаға сығып араластырса өте керемет дәм береді. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.